Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақмарал Тасболатова. Бүгін мен сіздерге Global Trend компаниясына кіріп, өз кошелектарыңызда қалай табыстарыңызды шығаруға болады, сол жөнінде сіздерге айтатын боламын. Практика жүзінде көрсетіп кетемін. Ол үшін Global Trend компаниясы сайтына кіресіздер, және де YT деп үстіне басасыздар. Мына жерде өздеріңіздің логин парольдарыңызды теріп кіресіздер, парольдарыңызды тергеннен кейін YT деп үстіне басып кабинеттеріңізге кіресіздер, бэк-офиске. Міне кабинетке кіргеннен кейін мына жерде сіздерде қарасаңыздар көк боп бонусный кошелек тұрады. Осы бонусный кошелектағы осы сіздерге түскен табыс. Яғни қараңыздар, бізде бір PV 300 теңгеге равен. Осы сіздерге қанша PV түсті, соны 300-ге көбейткенде сіздердің табыстарыңыз шығады. Ол үшін енді оны қалай шығару керек? Профильде кошелек деген бар, осының үстіне басасыздар. Міне мына жерде финансовый пароль сұрайды, өздеріңіздің финансовый парольдарыңызды тересіздер. Так, финансовый парольді теріп шығамыз. YT деп кіресіздер. Міне кошелекқа кірген кезде бізде основной және бонусный деп тұрады. Со бонусный дегеннің үстіне басқан кезде коричневый болып жанады. Осы жерде вывести монеты деп бассаңыздар да болады, және статистика операции. Осыны да көрсеңіздер болады. Мысалы, статистика операцияда сіздерде қандай бонустан қанша теңге түсті, осының бәрін көруге болады. Яғни міне матчинг бонус дегеніміз матчинг бонус, тим бонус деген ол бинардан түскен табыс. Рекрут бонус деген ол реферальный, яғни адамдар бірінші шақырған бонустан түскен суммалар. Міне осының бәрін осылай көріп отыруға болады. Артқа қарай ваши кошельки деген басаңыз, артқа қайтадан шығасыз. Міне қайтадан бонустың үстіне басып, вывести монеты деп басасыздар. Қанша PV, соны мына жерге указать етесіздер. Яғни 121 PV болса, 121-де 5 деп, 121-де 5 PV түсті. Мына сумма валюте деген үстіне апарған кезде міне теңгеге айналдырып береді. Удержана, мысалы, сіз пенсионер болсаңыз 10% ұстайды, егер инвалид пенсионер болсаңыз, онда ештеңке ұсталынбайды. Ал егер ол категорияға жатпасаңыз, онда 20%, яғни 10% неге пенсионныға, 10% налогқа ұсталынып отырады. Және де таза міне к выплате қанша сізге карточкаңызға аударылады, осы ақшаны көрсетеді. Сөйтесіздерді ең соңында вывести дегенді бассаңыздар, уже сіздердің карточкаларыңызға ақша аударылады. Және де 3-4 жұмыс күнінің ішінде сіздердің карточкаларыңызға ақша түседі. Міне осылай түседі. Енді бұл видео сіздерге пайдалы болса, өздеріңіз осы видеодан пайдалы ақпарат алсаңыздар, онда менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал мен, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.